О, балақай, қош келдің. Не іздеп жүрсің? Көмектесіп жіберейін бе? Ана телефон керек еді. Қайсы, мынау ма? Жоқ. Мынау қара ма? Жоқ. Мынау? Иә. Ой, балақай, бұл телефонды қайтесің? Сен менің ақылымды тыңдасаң, міне. Мынаны ал, мынау новинка. Памяті қанша екен білесің бе? 64 гигабайт. Тіпті өзің видео түсіріп монтаж жасауыңа болады. Міне көр. Жоқ, мына телефонның бағасы қанша? Ой, балақай, сен мені тыңдасайшы. Мынау видеоға түсіре алмайсың, суретке түсіре алмайсың, ешқандай памяті жоқ. Міне, мына өттірім ғой, су жаңа телефон, новинка. Функциясын айтсайшы ішіндегі. Қазір көрсетем. Ой, балақай. Сен менің сөзімді соңына дейін тыңдасайшы. Міне, мына телефонды алсаң, еш өкінбейсің. Мынаған білесің ба, қаншама ойын загружать етуге болатын. Айтпақшы, бұл суға батпайды, су өткізбейді. Суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайды, балақай. Көр осыны. Маған осы телефон керек еді. Сенде. Олай болса, міне, мынаны көрші, мынаны көр. Міне, мынау сәл нашарлау сапасы, бірақ бағасы арзандау. Мынау ұстауға болады. Жоқ, мынау телефон керек. Ой, балақай, неге сонша айғайлайсың? Жоқ, алатын ақшаң жоқ па? Ақшаң жоқ болса айтпайсың ба, бірден ақшам жоқ деп? Кешіріңіз ағай, мәселе ақшада емес қой. Мен қолға болып шаршадым. Балақай, мынауың табылған ақыл ғой сенің. Сол үшін мына телефонды мен саған жеңілдікпен берем. Ала қой. Міне, енді пульт қайда? Пультті тауып бер деп мені мазаламайтын шығарсыздар. Соткаңызға пульттің номерін жазыңыз. Міне. Менің балам ақылды, таппайтын жоқ. Мен ойнаймын. Мені іздемеңіздер. Ыңғайлы. Келесі тапсырма? Мына жағдайды байқаңыздар. Мен айтқан кезде, көзбен қас болған кезде, көзбен қастарыңыз ғана күліңіздер. Келіңіздер, жанерге қылар күліп жазған. Күлмеңіздер. Жоқ, тек қана көзбен қас болған. Келесі дене мүшесі ауыз. Тек ауызбен дейміз. Балам! Ай, балам! Тағы да не болды? Әке, не болды? Ата-анам айтушы еді. Үйдің кішісі болғанша, иттің күшігі болды. Ана порттың дауысын естіп тұрсың ғой. Әкеп берші, тұрға ерініп жатырмын.